Сәлеметсіздер ме, құрметті көпшілік. Зейнеп Ахметова апамыздың Шуақты күндер кітабынан тағы да бір үзінді келтіргім келіп отыр. Сол күннен бастап атам немересіне айдың, жылдың атауларын үйрете бастады. Атасы құр салдырлатып қайталатқан жоқ, әрбір атауға байланысты ұғымдарды кеңінен түсіндірді. Оларға қатысты талай аңыз, мақалдар мен өлеңдер айтып берді. Ержан Тұрмақ өзіміз қызығып тыңдап, есімізде қалды. Атам баланы шатастырмас үшін қазақша аяттарын осы күнгі күнтізбе бойынша үйреткенмен, бізге аяттарының қазақ арасында әр жерде әртүрлі айтылу айырмашылықтары бар екенін, көнекөз қариялардың күні бүгінге дейін сол бұрынғы атауларымен атайтынын түсіндірді. Мысалы, сентябрь туса, қураған шөптің басынан мамыққа ұқсаған бір үлпілдіктер қаптап шығады. Бұны қазақ мизам ұшты дейді. Содан барып кейбір жерлерде әлі күнге дейін сентябрьді мизам деп атайды. Ал ноябрьде қараша, қоңыр қаз түн қатып жылы жаққа ұшып кетеді. Осыған байланысты ноябрьді қараша деп атайды. Қарашаның қары жатпайды, қарашаның тоқымдай қары қалса қыс қатаң келеді деген сияқты ел ішіндегі түсініктерді өз басым біле бермейтінмін. Бұрын қазақ халқы көшіп қонып табиғаттың аясында жүргендіктен, негізгі тіршілігі мал өсіру болғандықтан, ай, жыл атаулары табиғатпен, малмен байланысты айтылған екен. Атам Ержанға мынадай жыл санау үйретті. Тышқан жылы тыныштық, сиыр жылы сыйлық, барыс жылы бірлік, қоян жылы қамбалы, ұлу жылы үлгілі, жылан жылы жайлы, жылқы жылы жұтсыз, қой жылы құтты, мешін жылы мейірімді, тауық жылы табысты, ит жылы игілік, доңыз жылы дүниелі. Мұндай жыл санау есіңізде қалай қалмасын. Тұла бойы құт береке молшылыққа, бейбіт тыныштыққа тұнып тұрған жоқ па? Бұған қарасаң, жаман жыл жоқ, оны жұтататын адамзаттардың өзі көрінеді. Атам бізді қасына әдейілеп отырғызып қойып, сендер былай болыңдар, солай істеңдер деп үгіт айтқан адам емес. Қарапайым әңгіме үстінде кішкентай мысалдардың өзінен атам қиын да қызық, үлкен өмірінің кемеңгерлік қорытындылары көрініп тұратын. Ақымақ болмасаң, оны қалай түйсінбеуге, сезінбеуге болады. Ержан атасының сол жыл аттарын тек жақсылыққа байланыстырып, үйреткеніне шын пейілімен, сәби жүрегімен құлай сенетін. Біреулер әлде қалай биыл пәлен жыл өлім көп болады, қыс қатты, жаз жұтаң болады деп жатса, Ержан қарсыласып шыға келеді. Олай демеңіз, атам ол жылды былай деген деп өзі білетін жыл санауды тақпақтай жөнеледі. Онда тұрған не бар? Айтқанмен бәрі сондай керемет бола қала ма деп ойлайтындар да бар шығар. Алайда сенім деген ғаламат күш. Атам мынау жарық дүниенің игілігіне, ізгі ниет, жақсы тілекке сенуді немересінің бойына шым-шымдап сіңіргісі келгенін көрмеу мүмкін емес. Үлкен дариялардың ұсақ тұнба бұлақтардан басталатын секілді, бұлтсыз ашық аспан мен күннің құдіретті шуағын аялай білер, әділетті өмір үшін күресе білер азамат баулудың мөлдір бастауы осы екені сөзсіз. Міне, құрметті көпшілік, Зейнеп Ахметова апамыздың да сөз маржандарын қалай әдемілеп, тізбектеп бізге жеткізетіні кітабын бастағаннан ақ белгілі. Сондықтан да біз сияқты үлкен кісілер емес, жастарды да кітап оқуға баулыған дұрыс екен. Кітаптан көп мағлұмат, небір жақсы әңгімелерден пайда болатынына әрине сенімдіміз. Сау саламатта болыңыздар. Келесі кездескенше тағы бір қызықты әңгімелер болып жатса, сіздермен бөлісейін. Бауыржан атамыздың өзін құрметтей білетін қазақ халқына
өте ризамын.